жүрек аурулары. Әртүрлі аурулардың асқынуынан немесе жүрек және қан-тамыр жүйесі қызметі бұзылуы мен зақымдануынан пайда болатын аурулар. Жүрек ауруларының жиі кездесетін түрлері ревматизм, гипертония, жүрек ақауы, жүрек демікпесі, жүрек және қан-тамыр неврозы, миокард секілді тағы басқа түрлері бар. Жүрек ақауы жүрек қарыншалары мен жүрекшелерінің арасындағы қан өтетін саңылау тарылып, жүрек қызметінің бұзылуы. Мұның туа және жүре пайда болатын түрлері бар. Туа пайда болған жүрек ақауы көбіне ұрықтың дамуы кезінде жүректің қалыпты жетілмеуінен болады. Жүре пайда болатын жүрек ақауы негізінен баспа, мерез, тағы басқа аурулардың асқынуынан болады. Бұл жағдайда жүректің ішкі қабаты қабынып, қақпақшалар беріштеніп, кішірейіп, жүрекше арасындағы саңылауларды толық жаба алмайды. Сондықтан қарынша жиырылғанда қан жүрекшеге қайта құйылып, оны кернеп әлсір етеді. Қан айналысы бұзылып, жүрек қызметі нашарлайды. Адам алғашқы кезде ауруын сезбейді. Ауру асқынған кезде науқас ентігеді. Жүрек қағып, шаншып, қан айналысы төмендейді. Қол-аяғы ісінеді. Жүрек және қан-тамыр неврозы. Жүрек және қан-тамыр жүйесі қызметінің бұзылуы және зақымдануы. Бұлар 3 топқа бөлінеді. Бірінші тобы жалпы невроз. Бұл кезде жүректің соғуы бұзылады. Клиникалық белгісі адамның беті қызарады, сұрланады, басы ауырады. Екінші тобы гипертония, гипотония аурулары. Бұл аурулар мидың жүрек пен қан тамыры ауруларының жұмысын реттейтін жүйке орталығы қызметінің бұзылуынан, сондай-ақ ми қыртысының ауруға шалдығуынан пайда болады. Үшінші тобына вегетативтік жүйке жүйесін зақымдап, кейін ми қыртысына таралатын жүйке аурулар жатады. Ауру көбіне адамның жеке органдарына дамып, кейін жұлын және симпатикалық жүйке жүйесінің басты бөлімдеріне таралады. Жүрек қан тамырларына зиянды заттардың әсері никотинде, яғни темекіде болатындықтан, ең алдымен жүректің жиырылуын жиілдетіп, қан тамырларын тарылтады. Жүректің бұлшықеттері тез шаршайды. Темекі тартатындардың басы ауырып, ұмытшақ болады. Темекі мүшелерді қанмен жабдықтауды әлсір етеді. Еліктеткіш ішімдіктер, алкогольдар, яғни зияны темекіден де күшті. Арақтың уы қанға тез сіңіп, ағзаға тез таралады. Жүрек пен қан тамырлар жұмысын бұзады. Қан тамырлар қабырғасының серпінділігі азайып, осал болады. Адам ентігеді. Жүрек қабы майланып, жүрек жұмысына кедергі жасайды. Жүрек қан тамырлар ауруларының алдын алу үшін ең қажеттісі көбірек қозғалу. Қозғалыстың негізі бұлшықеттердің жиырылуы. Дене еңбегімен шұғылданғанда бұлшықеттер қанмен қамтамасыз етіледі де, қан бұлшықеттерді оттегімен және қоректі заттармен байытады. Дұрыс қалыптасқан ағза ауруларға көп шалдықпайды. Шынығудың да, дене жаттығуларын жасаудың да жүрекке пайдасы өте жақсы. Шыныққан адамның жүрегі қандай жұмыс істесе де көпке дейін шаршамайды. Денесі де ширақ, көңілі көтеріңкі болады. Жүректің бұлшықеттері қалыңдап, ырғақты жиырылады. Шынықпаған адам әлсіз, тез шаршайтын болады. Жүрегіңіздің саулығын сақтау үшін тамақтану тәртібіңізге көңіл бөлгеніңіз жөн. Себебі жүрек үшін дұрыс және салауатты тамақтану маңызды рөл атқарады. Кез келген адамның жүрегі ол дәрумен қабылдаған кезде қуанады. Әсіресе В және Р тобындағы дәрумендерді қабылдаған кезде жоғарыдағы дәрумендерге қосымша жемістер мен көкөністерді көп пайдаланыңыз. Қышқыл және тәтті, қызыл және жасыл алманың барлық түрлері біздің ағзамыз үшін, әсіресе жүрек үшін өте пайдалы. Қазіргі таңда жер бетінде жүрек қан тамырлары кеселіне шалдыққан адамдардың саны жыл санап артып келеді. Жүрек қан тамыр жүйесінің аурулары ең алдымен жүйкелік, психикалық ширығудың негізінде пайда болады екен. Осыған орай олардың алдын алу, емдеу мақсатындағы дәрілерден өзге жеміс-жидектердің де маңызы жоғары екенін айта кеткенді жөн көріп отырмын. Адам жүрегіне пайдалы жемістердің бірі анар. Оның құрамы С дәрумені мен калийге бай. Сондықтан оның шырыны жүрек жұмысын жақсартады. Жүрек ауруларының алдын алуға, көк тамырлардың қызметіне шипасы мол болып келеді. Және киви де жүрекке пайдалы жемістерді қатарына жатады. Үнемі бұл жемісті жеп тұрсаңыз, жүрек пен көз ауруы түрлеріне шалдықпайсыз. Бастысы, киви қанның ұйуын болдырмайды және ұйыған қанды ерітетін қасиетке ие. Достар,
Осы айтылған ақпараттар сіздерге пайдалы болса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар.